Қайырлы күн, құрметті кітапхана оқырмандары. Бүгін жүректен қосайық жобасының кезекті шығарылымы, көркем әлем атты онлайн сұхбатымыздың бүгінгі қонақтары Қазақстанның құрметті жазушысы Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы және халықаралық Шығыс Айтматов атындағы әдеби сыйлықтардың иегері, Қазақстанның құрметті жазушысы, ақын жазушы Баян Керімқызы Леншина бізде қонақта. Және осы Баян Леншина апайымызға тілекші болып келген Қазақстан журналистер одағының мүшесі, заңгер, журналист, ақын Нышанәлі Ниязбек ақын ағамыз бізде қонаққа келіп отыр. Енді мынау бүгін кереметтей, осы тамыз айы сіз үшін, Баян апай, керемет ай болып жатыр. Себебі сіз туылған ай дейміз. Яғни жыр жұлдызы, өзіңіздің кітап сөзімен айтсақ, жыр жұлдызы дүниеге келген күн дейміз. Сіздің мынау мерейлі 75 жас, бірінші мерейлі жасыңызбен құттықтап қояйық көрермендер атынан. Және мынау бүгін қонақ болып келіп отырған Нышанәлі ағамызды 65 жас мерейтойымен құттықтаймыз. Енді мынау біздің бүгінгі арнайы жүректен қосайық шығарылымы Баян апайдың осы мерейтойлық шығармашылық кешіне арнаймыз. Сондықтан да кішкене Баян апайға көбірек сұрақтарымыз бар, соны қойып отырамыз. Оқырмандардан түскен сұрақтарды қойып отырамыз. Кішкене Баян апайымыздың өмір дерегінен оқырмандарға мәлімет беріп отырайық. Баян апайымыз Түркістан облысы, қазіргі Сайрам ауданы Көмеш бұлақтың тумасы, Шымкент педагогика институтының физика-математика факультетінің кезінде үздік дипломмен бітірген, және көп жылдарын біздің Баян апайымыз ұстаздық, мектепте арнап ұстаздық салаға арналған. Бүгінде зейнеткерлік демалыста, дегенмен де бүгінде Түркі әлемі жазушылар одағының президенті қызметі бар, және Сайрам ауданы Түркістан облысының құрметті азаматы, білім беру ісінің үздігі, Қазақстан Республикасы педагогикалық академиясының профессоры, халықаралық лучшие люди Казахстана орденінің және Қазақстанның 100 есімінің иегері. Енді Баян апай, қош келдіңіздер дейміз сіздерге. Біздің Баян апайымыздың бүгінгі ең көркем әлем деп атап отырмыз. Себебі Баян апайдың біз көбінесе шығармашылық саласына осы сағатымызды арнаймыз. Біздің Баян Керімқызы бірнеше жыр жинақтар мен прозалық жинақтардың авторы. 1984 жылы шыққан алғашқы Қарлығаш деген жыр жинағынан бастап, одан берде бірнеше кітаптар шығарған, және 2019 жылы барлығы жинақталып, 4 томдық көлемді шығармалар жинақ болып басылып шықты. Енді Баян апай алғашқы әңгімені өзіңізден бастасақ, тектіден текті туады дейді ғой, дуалы ауыздар. Сіз ең алдымен аты алашқа белгілі оян қазақ дәуірі дейміз ғой, 20 ғасырдың бас кезеңі, не сол кезеңдегі ағартушы философ ақын Ғұмар Қараштың шөбересі болып келесіз. Және кеңестік кезеңнің алғашқы жылдарында сауаттандыру кезеңі жүрді ғой қазақ елінде. Міне соның басында жүрген, соның жұмысына белсене қатысқан, өзі де сол уақыт, сол қиын кезеңнің саясаттан құрбаны бола жаздаған педагог, қоғам қайраткері, ұстаз, аяулы ұстаз Керім Леншиннің қызы боласыз. Онда мақтанышпен айтуымызға болады апай. Міне бізді қызықтырып отырғаны сіз, яғни жай адамдардың ұрпағы емес екендіңіз. Біздің де сұрақ осы жайында. Ең алдымен осы шыққан тегіңіз, шыққан ең сұрауы өз аузыңыздан оқырмандарға естігізсек, өзіңіз баяндасаңыз. Саламатсыздар ма, құрметті көрермен, құрметті көпшілік, халқым, менің сәлем беріп отырмын сіздердің алдыларыңызға шығып. Өзің айтпақшы, мен бабам, нағашы бабам Ғұмар Қараш,
менің анам Зüleyха, сол кісінің Зüleyха Тайтманқызы сол кісінің немересі болады. Ал енді олар Батыс Қазақстанда, Ордада өмір сүрген, бірақ тағдыр солай болған ғой. Оларды жаңа Ғұмар Қараштың ұрпақтарын ол кезде Алаш деген бір ғана сөзден қорыққан, мына өкімет сөйтіп оларды қудалаған жалпы. Ал енді Ғұмардың тұқымдарын қырып жойып, Ғұмардың өзін 1921 жылы 12 сәуірде Құнаншақтан деген жерде қара киімді адамдар келіп, оларды кімдер екені белгісіз, ұзына бойы беттерінде бәрін жауып алған қара киімді адамдар келіп, қылыштап, барлық жерін жаңа кескілеп тастап өлтірген. Махамбет Өтемісұлының басын ғана денесіне бөлсе, Махамбет Өтеміс туралы да біліп, қара ойға басын жерлеген, денесі басқа жақтан. Қорққаны соншалық, сол кезде хандар солай істесе, менің Ғұмар бабамды қаншаға бөлген кім біліп, кәдімгідей жіліктеп тастап, денесін қаншаға 40-қа бөлген шығар, шашып тастаған. Сосын оның жаңағы бала-шағаларын, туған туысқандарын жалпы қудалап, қолына түскендерін бәрін өлтірген Алаштың ақыны деп есептеледі. Ғұмар сол бала-шағаларын өлтірген. Тірі қалуға тырысқандары әйтеуір елінен, жерінен, үйінен безіп арнайы кете берген. Мысалы жаңағы Тасболат Шәрипов деген нағашы ағам бар, шешемнің інісі. Олардың көзін көріп бірге өстік, соларды айтайын. Солардың туған әке-шешесі жаңағы Шәрипов Қарес атам, кемпірдің аты Мөбина. Солар бәрі жаңадан үйленген адамдар болған. Ол кезде олар пойыз жолдың бойын қуалап кете берген. Әйтеуір пойыз жолдан әркім нан бірдеңеме нәпақа түсіп қалған шығар, соларды теріп жеп, қызмет етіп, жол-жөнекей әйтеуір қызмет етіп, нандарын тауып, қайда кетіп бара жатқанын өзі де білмей кете берген. Сөйтіп Россияның Рязань деген қаласына барған. Сол Қарес атамның ең үлкен қызының аты Бағила, қазір көзі тірі. Саратов облысы Маркс ауданында тұрады, Россияның. Бұрын Федоровский зерносовхоз деп хат жазатын, есімде болған адрес қазір қаншалық екенін білмеймін, қазір ондай почтамен хат жазбаймыз. Бірақ сол Саратов облысы Маркс ауданында тұрады. Сол әпкемді, нағашы әпкемді, жаңағы атамыз, апамыз, Мөбина апамыз, Қарес ағамыздың қызы, оны Рязанда туылған. Мен осыдан 2012 жылы нағашыларыма бардым, басына бардым Ғұмар бабамның, қазір көзі тірі туған туысқандарына нағашыларыма бардым. Сол кезде мен әдейі паспорттарын көрдім. Сонымен Бағила Шәрипова сорта туылған Рязанда. Одан кейінгі Тасболат деген ағам болған. Ол қазір жоқ, қайтыс болды. Оны да сол Рязанда туылған. Осылай қашып-пышып жүріп, біздің өмірге келуіміздің өзі осындай Алаштың азаматтарын қудалаудың себебіне болған деп ойлаймын. Қашып Қазақстанға келген ол кісі. Қазақстанда келіп, Алматыға келіп, ол кезде Алматы Астана болып тұрған кез екен, Қызылордадан көшіп Алматыға барған кез екен. Сол кезде бұл кісі өте ғалым болған. Соны Қазақстан ғылым академиясында жұмыс істеген. Сол кездегі ғалым қазір аты есіме түспей тұр, бірақ Мамытбек Қалдыбаев деген осы оңтүстіктен шыққан жазушы бар. Бауыржан Момышұлы туралы бірнеше кітаптар жазған. Бауыржан Момышұлының бел баласы болмаса да төл баласы болып есептеледі. Сол кісінің айтуынша, жаңағы академик ағамның атын ұмытып тұрмын, сол кісінің жазған кітабында бар. Сол Ғұмардың баласы маған келді деген, қашып келді. Сосын оны шет жақ қой, бұл жақта қудаламас деп Таласқа жібердім деген. Сөйтіп Қазақстанның Жамбыл облысы Талас ауданына жіберген, шет деп. Сол жерде ол кісі мынау
педтехникумдар ашылған, сол педтехникумды басқарған Ғұмардың баласы. Сол кезде менің әкем оны да мынау Арыс қаласында істеп жүрген жерінен 31 жылы алып кетіп, Қазақстанның жаңағы оқу министрі болып істеген Темірбаев емес, тағы да білмеймін. Сол кісілерді шақырып, бұны телеграммен менің әкемді сөйтіп керіп, біз сені таласқа жібереміз деген. Сосын мен құладалы күнбеген таласқа барғым келмейді. Менің анам болса ауру, жаңағы шеттей бала шағасылары бар, ағаларының. Сондықтан мен анамның қасында болғым келеді. 9 жолдың торабы Арыс қаласында Ғани Мұратбаевпен бірге жаңағы балалар үйін ашқан, әкем сол кезде соның директоры болған, бірінші директор. Арыс қаласындағы жетімхананың бірінші директоры. Бірақ оны Ғани Мұратбаев ашқанда осы менің әкемді қойып кеткен. Және сол кезде ол сол Арыс ауданының білім бөлімін басқарған. Ол кезде бірнеше жұмысты бере береді, сондай жасаған. Соны бара алмай ол жаққа дегенде партияға кандидат екен менің әкем сол кезде. Сөйтіп айтыпты, Керім, сен кандидатсың депті, ұмытпа депті. Өткізбейміз дегендей ыңғайлықтармен ғой, партия болмайсың деп. Ол кезде партия қайда жұмсаса, ешқандай несі барады ғой. Сонда сол жаққа барған, сол жақта аудандық білім бөлім басқарған, ашаршылық басталып кеткен. Содан кейін ашаршылықпен күрес, әйтеуір сол жақта жұмыс істеп жүргенде, менің анам сол жерде жаңа неде оқиды екен, педтехникумда оқиды екен. Сонымен танысқан Ғұмар атамыздың баласы жаңағы Тайтман атамызбен бірге қызметтес болып жүріп, сол қызына үйленген, содан өмірге келген ғой мен деп қояйын. Жақсы, Баян апай, яғни Ғұмар Қараш. Осы 90 жылдары Баян апай, сіздер енді студент кезіңізге сәйкестеп тәуелсіздік алуыңызбен. Кішкене бір нәрсе есіме түсіп отыр Ғұмар Қарашқа байланысты. Біз осы кісінің мұрасына қатты қызықтық, әдеби мұрасына. Бірді-екілі өлеңдері журналдарда шығып тұрды, бірақ жаңа толық мағлұмат жоқ. Сол кездері жұлдыз журналын сүйіп оқимыз, сонда Ғұмар Қарашты кім өлтірді деген мақала жарияланып жатты. Соны оқыдық. Содан Ғұмар Қарашқа деген қызығушылық басталды. Бізде сондай философ, үлкен ағартушы, ақын ғой. Соның ұрпағы екенсіз, Баян апай, аман болыңыз. Тектілікті биіктен түсірмей, ары қарай жалғастыра беріңіздер. Енді Баян апай, сіз мамандығыңыз бізді қызықтыратыны басқа, яғни физик, математиксіз бе, физиксіз бе? Баян апай, физиксіз де, физикадан бердіңіз ғой, көп жылдар мамандығыңыз. Енді осы салада жүріп, мынау сөз өнері әлемге қалай келдіңіз? Не қызықтырды сізді? Біздің кезімізде конкурс болады, оқуға түсу үшін мектепті бітіргенде. Жалпы менің өмір жолым басынан бастап, менің де өмір жолым солай әкемен ағаштарым осылар қиындау болды деп ойлаймын, енді өзімнің жасыма қарай. Мысалы мені және тағы бір нені мектеп бітірген кезде менің әкем мектептің директоры еді. Әкеміздің қолында мен ғой, сөйтсе халық деген әйтеуір көп адам айта береді ғой, білмей. Директор өзінің қызына алтын медаль берейін деп отыр деген әңгіме болыпты да. Соны естіген. Сөйтіп мен химиядан экзамен тапсырып отырып, 3-ші экзаменде білмеймін, 2-ші тапсырып отырып, кіріп, енді билет алып сөйткенде, директор әкеміз келді, керімден әкем кірді, айтты, Рабиға деп, апайдың аты Рабиға, бұл класстан жаңағы алтын белгі, жалпы сондай медалистер шықпайтын болсын деп. Түсініп тұр ғой не екен. Сөйтіп мен сабағымды жауап бермей қойдым, шығып кетті. Содан кейін емтиханды жауап бермей қойдым, мен айтып тұр ғой. Сонда бірақ енді біледі ғой, негізі жаман оқымаған,
лайфты оқығам, бағаны сөйтіп. Содан 4 қойып жіберді, апай. Одан кейін аттестатында тағы 4 бар, неден не істер бар, физкультурадан 4 бар. Сөйтіп, 2-4 бар, алтында жоқ, күмісте жоқ, түкте жоқ, медальсыз бола алмай қалдым. Бірақ өзім біліміме сенем. Сөйтіп, Шымкент пединститутына келдік. Негізі журналистикаға барам деген жібермейді, өйткені үйдің кенжетайы болдым да мен. Менен кейін 7 жас кіші інім дүниеге келген. Жалпы Тіленшіндер әулеті өзі. Тіленшінің 4 баласы бар. 4 баланың кішкентайы менің әкем. Соның ең кішкентайы мен болып жүргенімде, әбден жаңа еркетай болып не қылған, 7 жылдан кейін інім дүниеге келген. Соны мені кішкентайдан жібермей қойды журналистикаға. Алматыға барып көріп көрсетті. Шымкентте оқисың деп. Шымкентке келсек, жаңағы әдебиет пен тарихқа адам деген көп. Қанша адам тапсырып жатыр, ең аз тапсырып жатқаны осы математика екен, физика, математика факультеті екен, физмат дейді ғой. Соған тапсырдым. Сөйтіп осыған түстім, бірақ әдебиетті жақсы көріп. Жақсы. Әкім сықақ сияқты ойнайсыз ғой. Әкім сықақта сөйтіп жаңағы неге физика математикаға түскен ғой. Әкім сықақ деген білесіз бе? Жазушы ақын қазір қайып қолын қойып екен. Сол түсте физика математикаға түскен екен. Бірақ жүрек қалауы мені келесті, әке-шешесін айтты менен. Жаңағы апай айтпақшы, әдебиет жақсы көрген. Әңгіме жазатын оған деген сияқты білеміз дейін жазып қазір жасап ашқан. Сонда сол айтады ғой, мен әке-шешемнің ықтиярымен түсіріп, өзім қаланың әдебиет болып деп, әдебиет деу болған екен ғой. Соған қысқан екенсіз осы дейінде. Жақсы. Білім бар. Ал енді сіздің көркем әлеміңізге ойыссақ, сіз өлеңде, проза жанрына да қаламдартқан суреткер екендігіңізді оқырмандар біледі. Алғашқы қадамыңызды өлеңмен бастаған екенсіз, бірақ прозаға кейініректе бет бұрған екенсіз. Енді бұдан бастап жатқан себебіміз сіздің туындыларыңыздың ішіндегі ең бір сыншылардың назарын аудартқан, жазушы, мықты жазушылардың назарын аудартқан дейміз. Сіздің ғибрат деген әкеңізге арналған туындыңыз, романыңыз. Бұл алдымен сіздің біршама шығармашылықтарыңыздың бәрінен оқып танысып шықтық. Алдымен Қиямет Қайым деген романды көзіміз шалған едік. Сол романыңыз қатты ұнаған еді. Мынау Қиямет Қайымды әкеп осы ғибратқа біріктірген екенсіз. Енді осы романыңыз жайында неге біріктірдіңіз? Осындағы басты кейіпкер өз әкеңіз жайында жазғаныңыз ойыңыздан шықты ма? Оның тұлғасын, әдебиеттегі бейнесін жасай алдыңыз ба деген сұраққа жауап берсеңіз. Негізі менің көзқарасым әрине өлеңді де жалпыны прозаны да шығарманы әңгіме болсын жазғанда жүрегімнен шыққандарға жазу керек деп ойлаймын. Шын ниетпен жүрегімнен бірге күліп, бірге жылап отырып, жүрегімнен тамған тамшы ручканың қаламсаптың ұшына келіп қағазға түспесе, ол адамдарға әсер етпейді деп ойлаймын мен. Сонда жалған болмау керек. Мен негізі Қиямет Қайым дегенді 94 жылы жаздым. Сөйтіп бітірдім. Кім біледі, жаздым деп Қиямет Қайымды жазатын себебіміз бұл шындық өмірдің. Біздің Апағай деген әпкеміз болған, ауылдың әпкесі жаңағы. Содан кейін сол кісі біз кішкене кезімізде ол былай тентек әйел деп есептелетін да ауылда. Жалаң аяқ жүрген кісі деп айтсам өтірік, қыста енді галошки, жаз бойы, күз бойы жалаң аяқ жүріп, шашы ұзын жаңағы тірсегіне түсіп жүріп, бір алба-жұлба шаштарында бәрінде. Содан кейін қапшық алып жүрді, сол қапшыққа бутылкаларды жинап, ағаштарды жинап, бутылканы өткізіп, магазинге нан, сондай продукты жасайды, ал ағаштарды отын етіп жасайды, соларды жинап, кез келген жерде жатып ұйықтап қалады. Сондықтан осындай қылықтарына қарап, біз оны тентек әйел дейміз да. Баламыз ғой, кімнің қадірін не екенін білмейміз. Ол кезде біздің шешемнен құрдас екен.
жастық шағы менің анаммен бірге өткен екен. Өте әдемі, сұлу қыз болған екен. Бірақ соғыстың зардабы тек қана соғысушыларға емес, тыңдаған адамдарға да тиген ғой. Соның 5-6 бала шағасы болған, өзі де білмей, күйеуі неге соғысқа аттанған кезде 5-6 бала шағасы болған. Апағай, Қиямет қайымның негізгі кейіпкері Апағай, шын аты қыз тумас екен. Сонымен сол балаларын асырайын деп елғадағы мақтаға шығып, ол кезде біздің жақта мақта егеді екен. Таңертең дақпырақ қағып, бәрі мақтаға шығып жинап алып, трактор бар ма, о заманда жоқ па білмей, сонымен кетеді екен. Кешке бірақ келеді, сөйтіп сондай болып жүрген кезінде ер кісілердің бәрі соғысқа аттанған, сол ауылда аяғы кесілген бір кісі болады екен, соны бригадир етіп қалған, оны соғысқа алмаған. Сол кісінің көзі түседі ғой біздің Апағай әпкеге ше, қырында. Ол кісі оны айтқанда көнбейді. Сонымен оған ерік істеді, пасық қылып істеп, оның үйіне өрт қояды. Ол кезде термей қиған мақтаны қауашағымен әкеліп, қауашағыма несімен не бекет аты. Мақтаның Шитімен. жоқ, Шиті дейді ғой, шиті. сондай мақтаны өсіп тұрған несімен әкеліп, ашылмай тұрғандардың бәрін үйге таратып береді екен. Содан кейін мақта күн қатты қысқан кезде ашылып, бір қызға күннің суығында аязда да ашылады екен. Қарама-қарсы бұл барлық заттың өзі, табиғаттың өзі сонда қызық болып жаратылған екен ғой. Сол қыста ашылған мақталарды ішінен суырып алып, қауашағын бөлек тастап, үйге бөліп береді. Түнімен сондай қыс бойы солай жұмыс жасайды екен. Сонда қыста тойлайды да, халық қарапайым кез келген жиынның бәрі сол қол бостау емес қыстағына тойлайды екен. Бозаны салып, өздері бас қосып, бастарын істейді, анау-мынау. Сондай бір бастарға кетеді бала-шағаларымен. Үйінде үлкен қызымен кішкене баласы қалады. Кішкене баласын күйеуі айтқан екен. Ішіңдегі ұл болса да, қыз болса да орынбасар қой деп атын. Ұл туады, атын орынбасар қойған. Оның алдында 4-5 баласының нелері, қызылша деген ауру болған ғой, содан шетінеп кеткен. Сөйтіп жалғыз Жәмила деген үлкен қызымен ең кішкене кенжесі орынбасар қалған. Соны қырындаған бригадир бұдан өшін алу үшін бір тентек сұрлау балаға айтады ғой. Ол кезде ұрлыққа рұқсат жоқ ол кезде. Мынаны бір қос уыс мақта ұрлаған үйінен табылған адамдардың өзін жазалайтын болған. Сондай болғанда тек қана өкімет үшін жұмыс істеген, өздері айлығын алған, таза еңбекпен күн көрген. Сонда бір тентек сұрлау балаға айтады, ана Апағайдың үйіне барып, ана мақта тұрған жағына не шаш дейді ғой, не аты? Салярды ма, сондай шаш өрт қой дейді. Ол тентек сұрлаулар мына жақта екінші бөлмесіне жатқан, өздері ұйықтап жатқан кішкене орынбасар мен Жәмила ұйықтап жатқан неге де өрт қойып жібереді. Сөйтіп Жәмила терезеден қашып шығады, ана бала ақырында өледі. Жалғыз қалған баласы, алдындағылар қызылшадан қайтыс болады, кейін мынаусы өртеде өледі орынбасар. Сондықтан бұл кісі сөйтіп жынды болған екен, шын мәнісінде. Жынды болудың себебі сол екен. Оның бәрінен кейін есейгенде білдім да, ал енді сондай халде жүріп, сондай ауыр халде жүріп, бутылканы өткізіп, нан тауып жүріп, бірақ кімнің есігіне барса да үйі есігі ашық, ол кісіге шайын береді, тамағын береді, солай. Сонда да жаңағы кісі туралы жазғаным, ол бар ғой, сондай ауыр халде жүріп, ешкімге жағымпазданбайды, өтірік сөйлемейді, ұрлық жасамайды, жаңағы артық нәрседен қызықпайды. Сондай мен кейін шешем менің қамқоршы болды, бүкіл халық қамқоршы болды десе болады, бірақ менің шешем құрдас болғаннан кейін ба, сол біздің үйге көп барады, сол шомылдырады, жаңағы үлкен неге ыдысқа, каритаға су құйып қойып, соны шомылдырады, тырнағын алады, шашын тарайды деген сияқтыларды істейді. Су да қолынан келмейді ол кісіні. Соны сөйтсек сол қамқоршы екен, сол әпкемнің осындай адамгершілігін кейін үлкейгеннен кейін білдім да. Ал ол құрдас қазақтың салтында әр жеңгесі мен қайнысынысы ойнайды ғой. Келіп
менің жаңағы анама ай тоқал, ит тоқал, сілиха ит тоқал дейтінше, мен соған намыстымын да, апа ана кемпірді ұрам қазір мен деймін да. Айтам ғой еркетай болып өскенде. Ұрам ана кемпірді алып өйтіп айтады саған деймін. Қой ол сенің әпкең ұруға болмайды, сөйлеуге болмайды дейді. Үйден таза көрпесін алдырып астына салып, сонда жаңа әлгі кісі тоқал десе шауып келіп не болды деп сөйтсе бәле дейді аяғымен бір теріп мен анам осы көрпеге жатып сақылдап күліп ашуланбай сол не істесе де көне береді. Соған мен намыстанамын ғой. Апаға деймін мен айтамын да, ұйықтап жатасың ғой сен кешке деймін да. Сол кезде сен барып басыңды жаңағы күрекпен ба балтамен ба ұрам мен сені деп айтамын. Басын жарам дейді. Сөйтіп о да күледі, о да бүйтеді. Осы қызымның жұлдызы маған ыстық деп қояды. Оны жұлдыз ештеңе түсінбейміз ғой. Сөйтсек екеуінің бақытты шағы, жастық шақтары бірге өткен, тағдырдың қиындығын бірге көрген. Біреу анандай болған, екіншісі менің әкем туралы ол кезде ол халық жауы болып қамалған, одан әйтеуір әбден қиындықтың бәрін көрген, тіленшінің 4 баласының жаңағы баласы, шағасы, қыздары бәрі Кенжетай кемпір тұрған үй, әжеміз Айдай деген әжеміз бар. Айдай әжеміздің қолында тұрған. Бұлар үңгірде өмір сүрген ғой. Солар неше Қошқар атаның бойынан жаңағы қорғасын заводының ашылған кезі, қорғасын заводы менің білуімше дәл білмеймін, не 31-38 жылдар ашылған болу керек. Өйткені 32 ма 33 жыл ма қорғасын заводына кім келген? Калинин келген да, соның атына Калинин атындағы қорғасын заводы деп қоя салған. Көрдіңіздер ма? Сонда сол жерде жаңағы менің әкем айтқан ғой, мынау қала деген енді қала болады. Шымкент қаласын байқасаңыздар, ескі қала, старый город деп атайды да, одан кейін яғни шаһар бар, жаңа шаһар, жаңа қала деп атады. Осыған мән бермейді көп адам. Ескі қала дейтін сол кезде қала болғанда, анау сол ескі қалада түрме бар ғой қазір, автобустың сыртынан. Сол түрмеден басталғанда, мына жақтағы қорғасын заводына дейін 2 жол болған, 2 көше болған. Қаланың түрі сол болған. Көрдіңіздер ме? Ал енді сол кезде жұмысшы табы енді пайда болып жатыр. Сонда менің әкем енді көз ашық азаматтың сол қалалық ол кезде не деп атады, әкімшілікті не деп ататынын білмеймін мен анық. Сонда соларға талап қойған. Енді не салынып жатыр екен. Шұғыла деген магазин бар ғой? Шұғыла деген, Радуга. Соның шығыс жағында 2 қабатты здание бар сол жерде ше. Сол не болған, соғылып жатқан. Сонда менің әкем айтқан, біздің жаңағы қазақ халқы, өзбек халқы, жалпы біздің халықтар енді мынау жұмысшы табы пайда болып қалаға келіп жатыр. Ал енді олар тұратын жері жоқ, оқитын мектептері жоқ, балалар білімді қаяқтан алады. Сол жаңа 2 қабат нені қазақ орта мектеп етіп қояйық деген ғой. Ойбай, оны біз шеше алмаймыз деген, шешпеген, облыс шешпек, оны республика шешеді. Жаңағы олар қаяқтан сұрайтын білмей, Москвадан сұрайтын шығар, ары қарай әйтеуір шеше алмаған. Сонда барып кім Тышқанбаев кейін фамилиясын өзгерткен сол кісі Қазақ ССР жоғарғы советі президиумының председателі болып сайланған кез екен. Қызылорда сол жылдары Қызылордадан Астана Алматыға көшкен. Сол кезде Алматыға барып менің әкем жаңа кісілерге жолығып, мына қазақ өзбек орта мектебі болсын деп ашқан. Алғашқы тарихы сондай. Қазір ол 26-шы Жамбыл атындағы қазақ орта мектебі болады ғой, бірақ осылай болып ашылған екен. Кейін осы қылығы үшін халықтың жағдайын ойлап, білімді болсын деп осындай орта мектеп ашайық деп неғылғаны үшін әкемді сен байдың баласысың, бидің баласысың деп, одан кейін сен ұлтшылсың, сен неге сен жаңағы орыс халқының
несіне қарсы шығып осындай істейсің сен? Қазақша білмейді, қарындас деген фельетоны болған, менің әкем өлең жазған ғой. Қазақша білмейді, қарындас деген бір фельетоны бар. Сонда сен ұлы орыс халқының тілін қорлап тұрсың деп, әкемді де 33-ші жылы халық жауы деп алып кеткен. Сол Жамбыл мектебінің директоры болып тұрған, Алматыдан өздері осы мектеп қазақ орта мектебі болсын деп бекіткен, және директор Керім Кленшин болсын деп бекіткен. Бірақ оған дейін біздің Шымкент қаласында Спатаев атындағы қазір 7-ші орта мектеп бар екен. Ол сол кезде сол мектепте сабақ беріп жүрген. Сөздің реті келгенде айта кетейін, ол жерден осы оңтүстіктің алғашқы білімдар азаматтарының бәрі сол жерден шыққан. Жаңа Спатаевта оқыған, қалғандар жаңа неде Жамбыл орта мектебінде оқыған. Сонымен менің әкемнің шәкірттерін айтсам, қазір Қазақстанның руханиятын құраған азаматтардың бәрі осы оңтүстіктің дәл сол мектептен шыққан. Бауыржан Момышұлы менің әкем оқытқан. Кемел Тоқаевты жаңағы қазіргі президенттің әкесі менің әкем оқытқан. Қозыке Бишімбаевты менің әкем оқытқан. Кімдер бар? Қазір кім бар ғой? Кейін маған ұстаз болған Құбығұл Жарықбаевты менің әкем оқытқан. Сол сияқты, содан кейін осы оңтүстік Қазақстанда елдің бәрі біледі. Кім? Медицинаның басты жас кім еді? Медицинаның жаңағы министр болған Жақсылықов бар. Жақсыбаев бар. Әбдуайыр Жақсыбаев ағамызды менің әкем оқытқан. Оны бұл жерде ғана емес, жүрген жерінде мектеп ашып жүрген деді ғой, өмірінің бәрінде 64 мектеп, 30-дан астам 32-35 жетімхана ашты деп, менің әкем туралы Мамытбек Қалдыбаев ең алғашқы кітабын жазған, Бауыржаннан бұрын менің әкемнен бастаған кітап жазуды. 2 кітаптан тұратын Бәйтбек баба Арман деген кітап жазған. Сол кітапта жазғанда сол ішінде жазып кеткен менің әкем өмір туралы. Сол деректерді сүйеніп айтып отыр, өтірік айтып жатқан жоқпын. Жақсы, мынау оқырмандар құрметті біздің Баян Кенешина апайымыздың жаңағы айтып жатқанның барлығы деректердің негізінде жазған. Ғибрат атты романда бейнеленген, ондағы жаңағы халық жауы деп ұсталған кездегі көрсеткен қорлықтары, тергеушілердің бар, басқа тергеп жатқандар қасындағы кеңестік саясаттың сойын соғатындар. Міне солардың барлығы жан түршігерлік қиямет қайымдары көрсеткен ол кісінің басы. Сонда да ол кісінің Керім Кленшиннің рухы сынбағандығы, барлығы көркем тілменен осы ғибрат романында баяндалады. Қалған сіздер толықтырып сол жерден оқып алсаңыздар болады. Енді мынау экономика ғылымының докторы, профессор, академик Оразалы Сәбденнің осы ғибрат романы жайында жазылған сол романда алғы сөзі бар. Сол алғы сөзді осы романды мақтай келе, соңында бұл ерліктің символы деп жазады. Бұнда өйткені өте биік ұлттық рух бар, керемет ерліктің рухы бар деп баяндайды. Міне осы кітапта сіздерді оқуға шақырамыз. Енді тағы да толықтырып өтесіз ба? Қойған сұрағына толықтырмай басқа нәрсеге кетіп қалыппын ғой. Жалпы Қиямет қайым дегенді мен бірінші жаздым, жаңағы халықтың тағдыры, халықтың өкілі ғой енді. Апағай шынарды қыз тұрмас болған, менің шешем қайсыңыздың атын атамайды ғой, Аппақ ай деп сұлу болғанда, Аппақ ай деп қойып, кейін Апағай атанып кеткен. Соны айтайын дегенім, анам қайтыс болғаннан кейін сол жаңағы Апағай әпкемізге көп қамқорлық жасадым мен. Оның өмірін білдім, не себептен бұндай халге түскен екен, берерге жынды болмаған екен. Көп адамдар айтады, өзінің туысқандарының ішінен де басқаларды көп айтады. Осы әйелден не таптың деп, басқа тема таппай қалдың ба деп, бізді жазбайсың ба оны жазғанша деп. Мен айттым, сендер ешқайсың білмейсіңдер дедім. Адамның сыртқы көрінісі мен ішкі жан дүниесінің екеуін салыстырып, ең әдемі дүние сыртында емес, оның киімінде, оның сұлулығында, оның фигурасында емес,
оның жан дүниесінде дедім. Осындай қиын халде жүріп дедім. Апақай әпкем дедім. Еш уақытта ешкімге жағынбай, өтірік айтпай, ұрлық жасамай. Ана кездесіп қалғанда айтамын ғой, 14 тиын тұратын Прима деген темекі батын. 14 тиын тұр. Әпкем мынаны моншақтысын әперейін деп айтамын ғой. Жоқ деп, көп болса 2-3 болады. Ақша берсең алмайды. Осындайда басқа біреулер осы заманда, мына жетістік болып жатқан заманда, қазір кімнен кейміз? Нан табады елдің бәрі. Еңбек етсе нан табады. Жыртық киім кимейді. Мысалда, жалпы мынандай бой қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған мына заманда ұрлыққа барып жатқан адам қаншама? Алып жатқан айлығына қанағат қылмай, тауып жатқан табысына қанағат қылмай, өкіметтің ақшасын жеп, мысалға, сөйтіп жатқан адам қаншама? Ал енді жемегенді жеді деп, жала жауып, өздерінше әділетті болғансып, маска киіп тұрып, әділ адамдарды қазір өмірге сыйғызбай соттап жатқан адам қаншама? Мысалы, сондықтан бұл жаңағы қиямет қайымды мен нағыз адам туралы жаздым. Адамның табиғаты қиындықпен күрес, оны қалай жеңу керек, өзінің дүниедегі ең асыл құндылық, ол өзінің адамдығын сақтап қалу, қай елде жүрсе де. Сондықтан мен Апақай әпкемді жатқан жері жайлы болсын, кедей болып тұрса да халықтың еркесі болып, әр үйдің төріне емін-еркін сол жаңа аяғымен шығатын әпкемнің қасиеті, ол өзінің бойында сақталған. Мен сол кісінің рухы риза болсын, сөйтіп жаздым мен. Ал енді неге жаңағы ғимараттың ішіне кіргізіп жібердім деп сұрадым ғой? Себебі мен осы ғимаратты өткізіп қойған едім. Неге? Баспаға өткізіп қойған едім. Ол кезде мемлекеттің есебінен шығар кітаптар. Сөйтіп өткізіп қойып, бірақ әкем туралы жазған жаңағы Мамытбек Қалдыбаевты Алматыда менен үлкен Шолпан деген әпкем бар, сол мені шақырдым, жеңшем екеуін қонаққа. Сөйтіп әңгімелесіп отырсам, көкемді, менің әкемді, яғни халық жауы деп әкеткенді қалай қинағаны, не үшін қинағаны, бірінші күннің өзінде жаңағы 32 тісін қағып алған ғой, соны айтқан екен. Біз ондайды айтпайды, бұлардың жүрегі қатып кетеді, ондайды естіруге болмайды деп айтатынын білетін да, бірақ оның ана кісілерге не айтып тұрғанын білмеймін ғой, белдігінде орал, белінде белдік болып, сары тоны бар, соның ішіне жауып ұйықтап қалып ондайды естіпейді екен дедім. Сонда жаңағы Мамытбек Қалдыбаев жазушы, сол көкеміз айтты, соған айтқан ғой бағылсын. Сонда айтты, түнде жаңағы қара машина келеді, черный ворон деген ат шыққан ғой сол кезде. Қара машинаға отырғызып алып, керін кім? Мен машинаға жүріп, сен жаңағы 2 күнге жететін продуктыңды, түс-жөктің сабының, ауыстыратын киіміңді алда жүрге деп сөйтіп алып кеткен. Сөйтіп жаңағы тергеу орнына, түрме ма, қаяқ екенін білмейді, сондайға алып барғаннан кейін тергей бастаған ғой, фамилияңды қай жылғысың, не істейсің деп. Нөмір 26 Жамбыл орта мектебінің директоры, мамандығым тіл маман деген, сен тіліңді кесу керек, халық жауы деген әңгіме сөйтіп бастаған. Әлі таныспай жатып халық жауы екен. Бұл жерде халық жауы ма жоқ па, оны анықтау деген мәселе тұрмаған. Кім жаңағы халықтың керісінше санасын көтеретін, санасы болып есептелетін, халық деп жүректерін беретін адамдарды халық жауы деп қыру деген саясат тұрған деп ойлаймын мен. Сөйтіп, дәл сондай саясатқа өзіміздің қазақтарға жаңағы көз ашып қарамай, олардың жаңағы погондары биіктесе болып, сол үшін барып айтқан істей беретін өздері санасы құл адамдар бар ғой, қазірге дейін бар сөйлейтіндерше. Дәл солай істеген, сөйтіп, халық жауы деген, сосын айтқан, олай деп айтпаңыз, тіліңді кесем, халық жауы емеспін, мен халықтың ұлымын деген. Халық жауы не деп тұрсың, сен халық жауысың деген. Сөйтіп, сол жерде жаңағы, ой шеше деп боқтаған менің әкемді. Сен менің шешемді боқтама деген. Боқтайтын қандай ақылмады бар, сразу алқымынан алғанда бұлай. Сөйткенде ол ана нүктесін басқан, нүктесі болады дейді ғой, шақыратын көмекке. Содан кейін жаңағы Дубинкамен 2 адам келгенде бұны топақтап ұра бастаған. 2 орыс жігіт, мен әкем өте үлкен денелі, биік, сондай адам еді. Екеуін бұлай екі қолмен ұстап деп бастан соғыстырған ғой, екеуін бір-біріне соққан аналар. Сөйтіп ана
тергеуші тағы да кнопканы басқан, сол кезде автоматпен келді. Сөйтіп айтқан, Тлечин, негізі оқ атқанда бірінші оқты ескерту атады екен. Қоймаса ғана атады екен ғой, 3 рет ескертіп, сонда тоқтамаса ғана атады екен. Ал бұны айтқан, Тлечин, саған бұйрық деген, бір оқыс қимылдасаң деген, сені ешқандай ескертусіз атамыз деген, өлтіреміз деген. Жангер опа, сөйтіп дуалға былай теріс қарап келіп қолын былай көтеріп қойған, сол Мамытбек Қалдыбаев айтып отыр ғой маған, ғимаратты өткізіп қойғаннан кейін. Сөйтіп екі қол былай қабырғаға бүйтіп тұрғызып қойғанда, о шешең, ой әкең, бір бәле деп тоқтық сөздің бәрін айтып тұратын, 4 сағат сайын ауыстырып тұратын екі адамнан әкеп қойған. Соның бәрін шыдап тұрған, оған әкем айтқан ғой, 6 күн шыдаған, 6 сутка. Күннен мынандай стаканмен су, 200 граммдық стаканмен су, және 1 тілін нан береді екен мынандай, жұмыртқа. Одан басқа ештеңе жоқ. Сонда 6 күн шыдап, 7-ші күні есін танып құлаған. Сөйтіп оны апарып, жаңағы Мамытбек Қалдыбаев ағамның айтқаны бұл, апарып, жаңағы одиночный камера деген болады дейді, сондайға апарып, асты жаңа бетон, ашқанас жүріп апарып, өлгенше ұрған ғой, тектен ұрған, қабырғасын сындырған, басы жағынан әйтеуір бүкіл дүниесін бәрі қолы сынған, теуіп ұрып барлық жерін қанатып, өсе өліп қалса қалды, тісін ұрып сындырған. 28 жасында, 28 ма, сол қаншада болады? Мен көкім 6-шы жылда 37 жыл қамап тұр ғой. Сол кезде бүкіл аузындағы 32 тісін ұрып, сындырып, теуіп, аузында бір тіс қалғанда қағып алған. Бұл не деген айуандық десең, соны естім да, жаңағы Мамытбек Қалдыбаев айтып отыр ғой маған, бәрімізге дастархан басында. Соны естім да, сол кезде көзіме жасым келіп, сол кезде ант бердім ішімнен да, мен айтпай кім айтады, осының бәрін көріп отқан. Көзімен көріп, құлағымен естіп, біліп, сөйтіп отқан, мен жазбай, мына ақтаңдақты, заманның ақтаңдағын, саясаттың дұрыс емес жерін кім айтады мысалы? Мен де қорқып бұқып қалуым керек па? Бұл қандай заман? Мысалы, шындық нәрсені айтпаса, дұрыс емес жерін айтпаса, біз қалай оңамыз? Біз қолымыз ба не? Сонда. Сонымен сол кезде өзіме ант бердім. Тірі болсам жазамын деп, мүмкін мені жазушылыққа алып келген. Сол әдепті орнату мақсатындағы тәрбиелікке алып келген мүмкін осындай оқиғалар шығар. Сөйтіп, сол жерде жылап қалдым мен. Сөйтіп, ертеңінде барып, өткізіп қойған кітабымды қайтып әкеліп, роман болу үшін, романға қойылатын шарттар бар ғой. Ол үлкен бір жаңағы ауқымды өмірді, ауқымды уақытты бейнелеп жазылу керек. Ол жаңағы саны көп жазыла берген роман, әйтпесе повесть болмайды. Сондықтан солай болу керек. Сондықтан жаңағы Қиямет қайынды сол замандағы апақайдың көрген несі ғой, оған өлгенше қамқорлаған халық бар, көрген қиындығы бар, о да жауыздықтың бір түрі. Тек қана жауыздық емес, бұл жерде жақсылық пен жамандық араласып отырғанда, мына өмірдің өзі сондай ғой, қанша адамдар оған құрмет қылып, үй салып беріп апақайға мысалы, өлгенше сол үйде тұрды. Осындай, сол түрмедегі жаңа әділетсіздік жағдай, одан кейінгі оның ішінде қалай қиналу, не дейді, не білмеймін ғой, түрмені өзімен кетсін, көрген емессің, бірақ барып көрейінші деп ойладым, әлі күнге көрген емессің. Ана қазіргі Шымкент қаласындағы 9-шы мектептің қасында КНБ деп аталама, сол жер әлі күнге сондай дейді, соның ана астында не бар деді, не дейді жаңағы? Подвалда, одиночный жаңағы камералар болады екен, сондай жерде дейді, сол заманда аяғына суға батырып қояды екен, суға батылып тұрады екен. Сосын, не еңкейе алмайсың дейді жаңағы деді, не отырамайсың дейді. Тарлығы соншалықты ше, және ол жердің бәрі шеге қағылғанда бүтір сондай, құлайда тұрамайсың, сондай енді жазалаудың бір түрі шығар. Сонда ана су сарғылдап, ағылтады дейді сарғылдап. Ол су анау емес, канализацияның су екен. Сіздер ненің су, канализацияның сасып кеткен су. Бірақ сол бір жұтым суға зар болып деп, бұны Мархабат Байғұтов ағам айтқан. Оған көкем, әкем айтқан екен де, жақсы сырласады деп, соған да айтқан екен. Бір жұтым суға зар болып, ана сасық болса да сол судан бүйтіп бір ұттайыншы деген, ана төбеден кішкене ғана
тесік болды дейді, содан кірген саңлау, содан жаңағы күнді көрсем екен, саңлау түссе екен деп армандап, әбден сондай көргенде, сонда осы жаңа сен айтқан қиямет қайты ғибраттың ішіне қосу себебі сол болып, бәрі бір оқиғада, бұл бір замандағы бір оқиға. Сонда осы ғибратты оқыған адамдар болса біледі, бір 2 шыбын келеді сол кезде ше, 2 шыбын келеді. Жаңағы төбеде кішкене тесіктен 2 шыбын келеді, бірі үлкендеу, бірі кішілеу. Сөйтіп, сол шыбындар мен әкемнің сөйлескені бар да, сонда Мамытбек Қалдыбаев ағама айтқан екен, жаңағы, ол бірақ жазбаған ғой, мүмкін заманның несінен қорққан шығар қыспағынан. Мен қорққан жоқпын. Неге десем мен оның перзентімін. Мен жалпы халық жауы деп атылған азаматтардың перзентімін да. Соны орындайды. Сонда 2 шыбынмен сөйлесіп, көрдіңдер ме, жақсы сөз жарымыз деген, 1 шыбынмен 1 шыбын керек та деп қолдан әкем жаңағы шөлден, аштықтан ерінде деп қанап кетеді ғой. Қабыл кейбірсіп сөйтіп, қанап тұрған еріне келіп шыбын қонады да, сөйтіп қанын. Сонда шыбын айтады, шыбын, сен менің қанымның құрамын тексеріп, алып кетуге келдің ба? Менің қанымның құрамында халыққа деген қастандық, халыққа деген қиянат, сондай бар ма жоқ па деп тексеруге сараптауға келдің ба дейді. Сөйтіп, сарапташы дейді. Сен маған жарық әлемнің күннің нұрын алып келдің ба? Басыма шыбын дың деп жүр ғой. Бүйтіп себелеп күннің нұрын сеуіп отырсың ба? Мен бостандыққа шығуға жақында дейді. Сонда сөздің өзі кейін деген осы болады да. Содан кейін шын нәрсе сондай болып, деп өзімен сөйлесіп, оның есігінің алдында қамал тұрса да, екі нелер жүрдік ғой жаңағы, не дейді? Бақылаушы. Солар бұның сөзін естеді да, бастығына барып айтады, жынданды дейді. Осы біз сөйлеп жатыр дейді, өзінен өз дейді. Онда алшыңдар дейді, әкеңдер дейді. Сөйтіп сұрайды ғой, не болды дейді. Сен кіммен сөйлестің дейді, шыбынмен дейді да. Сен шыбынмен сөйлестің ғой, неден саған шыбын дейді. Шыбын маған жақында жаңағы жарық күннің нұрын септі, жақында сен босанып шығасың деп айтты дейді. Көрдің ба? Сөйтіп, тағы не деді дейді. Жалпы сол кезде оның миы шатаспаған, бірақ оның адамнан пана таппаған, адамнан әділдік таппаған, өзін-өзі жұбатып, шыбынмен сөйлескенде дүниенің ода бір жардық қой, ода Құдайдың жаратқан бір пердесі. Соларды жазған, сөйтіп соны барып алып келдім да, өткізіп қойған жерінен әкелдім да, оның артында бастайды, қазір есімде жоқ, әкелдім ғибрат деп айтып, осылардың бәрін енгізіп, сөйтіп толықтырып жазған. Рахмет. Көп өз аузыңыздан естіп әкем жайында рухы шат болсын. Кермағаның рухы шат болсын. Міне сондай рухы мықтылы тұлғалардың арқасында біз тәуелсіздікке қол жеткізіп отырмыз, Баян апай. Біздің де көңілімізді босатып жіберді. Әрине біздің қазақтың тарихын, әсіресе сол кезеңдегі ашаршылық кезең болсын, саяси қуғын-сүргін кезеңдерін еске алсақ, оны жыламай оқу мүмкін емес. Рахмет сізге, Баян апай. Бүгінгі толқындар білу керек, сіз соны айттыңыз. Және қосымша ғибрат романын оқыңыздар дейміз оқырмандарға. Енді Баян апай, кішкене сіз демалып алыңыз. Келесі сұрақты біз Нышанәлі ағамызға беріп отырмыз. Жақында ғана Нышанәлі ағамыздың осы кітапханада жырлап өтер жүрегім атты кітабының, жыр кітабының тұсаукесері өткен болатын кереметте. Міне сол кеште Нышанәлі ағамыздың өзі болып, кітабының тұсаукесері болып, сондай бір қуанышты жағдай бар екен ағамыздың. Енді аға, сіз де ақынсыз. Бүгінгі көркем әлем деген біздің эфиріміз Баян Леншинаға арналып отырғаннан кейін біз сұрақты осы кісінің шығармашылығынан қойсақ, сіз өзіңіз ақын ретінде осы Баян Леншина апайымыздың шығармаларын қалай бағалар едіңіз, өз пікіріңізді естісек? Жалпы бүгін сұхбатқа шақырғандарыңызға рахмет. Өздеріңіз көріп отырсыздар, Баян апай өте толғанысты, толқынысты. Өйткені ол
сол өмірдегі барлық кезеңді басып өткерген жаңағы Абақай әкесінің оқиғалары жетік білік және жан тәнімен соны іздей отырып жазған. Бұл жерде Баян әпшенің жаңағы Абақай туралы айтқан әңгімесін алып қарасаң, бұл жердегі заманның озбырлығы емес, адамның озбырлығы. Адамның әйел затына деген жаңағы кейбір жаман мінезі, жақсы кәсіп жоқ, бойында аңнан да ары мінезді кісілердің әйел затына көрсеткен қиянаттығы. Егер сені соғыстан келмей қалған, соншалықты бала шағаны асырап жүрген әжептәуір келбетті сондай іскер еңбекқор кісінің өміріне балта шауып отыр ол кісі. Сөйтіп отырып өзінің еркек атауына кіргетіп отыр. Бұл жерде әпшем сол кісінің басына өткен оқығаны ала отырып, жалпы сол кезеңдегі әйелдердің басына өткен жайттерді сараптап, салмақтап, бір образға келтіріп, соттап шыққан. Шынайы түрде. Ал енді мынау әкейдің басына өткен оқығаны, енді жүрегі ауырып жазып отыр ғой. Бұл кісі естігенін, біздің тарихтан алған деректемелерін солардың сүйені оқып жазды. Бірақ жаңағы Мамбек Қалбаев деген ағамыз бізге де сабақ берген журналистикада. Ол кісі Бауыржан Момышұлы жаңағы апай айтпақшы төл перзенті сияқты болған. Тек қана сол кісі бес сұхбаттасқан, сол кісіні айтатын болған Бауыржан Момышұлы мінезін білесіздер. Ол кісі көп жазды. Қысқа әңгіме. Жаңағы Баян әпшемнің айтқан несін енді оқыдым ол кісіні. Бірақ керіктілік дегенде өзіміздің ауданнан екен, өзіміздің атамыз екенін білмеппін. Сол кезде студент шақта, жас шақта. Кейін келем, Баян әпшемен араласа келем, сол кісінің қыз екенін, сол кісінің басына кешкенін өзінің жаңағы естігендерін, әкесінің ағайындарын мысалға жаңағы жазушылардың айтқан сөздерін естіп, мен де шынында езіп отырмын. Өте тамаша. Меніңше бұл әрі айтылмаған, әрі ашылмаған сырлар көп сияқты. Әлі де болса. Мен ойлаймын, бұл әпшенің романы бұдан да шенесті, бұдан да жаңағы жоғары деңгейде жазылып, жалғасын табады деп ойлаймын. Өйткені әлі де толықтырған несілер көп. Маған бір кездерде әпше жіберген, тарихи деректермен жіберген. Әпше білесіздер, маған көрсеткен соны. Сол кездерде қарап отыр. Анан түпкілеп отырсам, көп нәрсе ашылады деген. Көп жайттерін ашылады. Сол кездегі жаңағы үш әріптегі кісілерді істеген. Сосын барып, бірге туған, бірге жүрген, немесе жаңағы өзіміздің қазақтың қаны бойы кісілердің істеген озбырлығы. Бұл деген биліктің сол кездегі. Солардың жаңағы итақтарынан жүрген кісілер солар істеген. Оларды қазір ұрпақтар жүрген шығар. Бірақ өте озбырлық нәрсе. Сондықтан мен Баян әпше шаршамаңыз, қалаңыз, мұқалмасын, мойымаңыз, мінекейсіз. Әкенің арманын, әкенің тілегін орындадыңыз. Педагогтық жаңағы қызметті ғана емес, жазушылық, өзінің ақылдық, өзіңіздің армандаған журналистік жолыңызды таңдадыңыз деген сияқты. Сондықтан әрдайым қалаңыздан бұдан да жоғары биік шығармалар туа берсін. Тек қана деніңіз сау болсын. Әрдайым осындай қиянатқа қарсы болып, әкеңіздің жолын ары қарай жалғастыра беріңіз. Мынау Баян апайымыздың жаңа айтып отырмыз ғой, прозада да, поэзияда да қалам тартқан қаламгер екендігін айтып отырмыз. Енді мынау ғибрат, одан бөлек Қиямет Қайымда айтады, Сұрқия деген романы бар, Арман дүние деген романы бар Баян апайымыздың. Не осындай прозалық, әдемі, көркем дүниелері бар екендігін оқырмандарға айта отырады. Енді мынау сіздің поэзияңызға ойса, Баян апай, сіздің өлеңдеріңіздегі лирикалық кейіпкер. Өзіңіз әрине, яғни ақынның мені бар онда. Ақынның мені өте өжет екені көрініп тұрады,
өте мына әділдікті, шындықты жоғары ұстайтындығы көрініп тұрады лирикалық кейіпкерден. Енді осы лирикалық кейіпкер өмір, тіршілік, махаббат жайында өзінің сезімдерімен осында бөлісетіні бар. Және оған адалдық, шынайылық тән. Мынау көп өлеңдеріңізде, Баян апай, лирикалық өлеңдеріңіз өз атына бір патриоттық рухты байқаймыз. Осы мықтылық, ерік жігердің күштілігі жырланады. Және ең бастысы өзіңді жеңу, ұлылық деп те түйін жасап отырады екенсіз. Мына сол атта өлеңіңізде бар. Енді осы Баян апай, сұрағымыз барлық сырыңызбен, мұңызды өлеңмен бөлісіп отырасыз ба? Сол жайында қысқаша өзіңізден естісек. Мына Баян апай кішкене су ішіп алсын. Мына әдемі тілектерде келіп жатыр екен, содан кейін айтайды Баян апай тілектер. Жаңағы өлеңдеріңіз бойынша қайтып ақын болдың ба? Иә, сол ақындығыңызға келіп жатырмыз, прозадан ақындығыңызға. Сонда барлық сырыңызды, мұңызды осы өлеңмен бөлісесіз бе деген сұрақ. Өлең деген өлең деген жалпы қазақ халқымен ақын жарлы халықты бөлек. Қазақтың кез келгені өлең жазалап, қара сөзбен емес, отырып алып қазақтың жаңағы несінде бұрыннан келе жатқан айтыс деген бар ғой. Сөйтіп ақын жарлы халықты бөлек. Дегенмен мен әдейі жазайын деп талпынған емеспін еш уақытта. Өлең жазайын, сондай деп талпынған емеспін. Геннен келе ма білмеймін. Ғұмар бабамыз кәдімгі ақын ғой енді. Алаштың белгілі ақыны, алаш деген сөз үшін жанын берген, бірақ менің Ғұмар бабам Меккеге 17 рет барған, сөйтіп жүрді. Ол жаңағы Қазақстанда жаңағы алғашқы съезде бірінші, екінші, үшінші педагогикалық съезде Орда дейді. Орданың қайда екенін білмеймін, сол Орал жақта ғой енді Батыс Қазақстанда. Ордада сол жерде сабақ берген. Бірінші, екінші, үшінші құрылтайларға қатысқан. Өзінің несін ұсынған жаңағы Ғұмар туралы қай жылы шыққан екенін білмеймін. Мен іздедім ғой, мен бабамның кітаптарынша Алматыға барып, қанша басқалар іздеп, сөйтіп таптым. Ғұмар деген кішкентай ғана сырты қара көк, қарасы басында сондай кітап бар. Мен білмедім, оны алып келетін. Сөйтіп, сондайдан екеуі тауып берді маған, соны алып келгенмін. Одан кейін ол кісі сол кітаптың ішіне жазылған. Кейін мен оны осы Қазақстан жазушылар одағынан келіп, біздің оңтүстік Қазақстанның жазушылар одағының несі қазіргі кімнің аты не? Шеге болып деді. Түркістандағы жігіттің аты не? Соны сайлаған кезде, бұрынғы Қазақстан кинотеатры қазір жастар орталығы, сол жерде екінші қабатында болды. Сол кезде мен алып бардым сол кітапты, оқыған Ғұмар туралы кітапты алып бардым, сызып қойғам, қашан не қылған екен. Сонда жазған Қазақстан жазушылар одағының басып қосқан Ғұмарды жазғанда, сонда мен айттым, көрсеттім мен, ол кезде Марқабат ағам да бар, Қанбибі де бар, ішінде отырған, жаңағы Ергөбек, ол кісі де бар, бәрі бар ғой, бәріміз де отырдық. Алматыдан келген жазушылар одағынан екі адам келді, олар да бар. Сол кезде айттым, мен көрсеттім, мына кітап, мына жерін сызып қойғам. Енді жаңағы Қазақстан жазушылар одағын қазір дайын емес қой, өтірік айтып қою мүмкін, 21 жылы шығар, сондай несін жазған. Ол бір, одан кейін мына педагогикалық еңбек бар ғой, педагогикалық көркі мен дайындықсыз келдім, атын анық білмей тұрмын да, бірақ жалпы білім беру саласының жобасын жасаған. Тура сол кітапта осылай жазған. Мен бұны көрсете аламын, қазір елдің алдында айтып отырмын ғой. Расында мен жалпы өтірік айтпай, жалғыз болмаса
дегенмен соның бәрін жасаған сол кісі. Және 17-ші жылы Совет үкіметі орнады ма? Ол 18-ші жылы Россияда бүкіл мұсылмандардың съезі өткен, құрылтай өткенше, не дейді ол құрылтай деп атамаған ол. Сонда менің Ғұмар бабамды қазы етіп сайлаған. Көрдіңдер ме? Қазы деген ең жаңа шешетін адам ғой. Дәл кітапта солай жазған жоқ. Қазы етіп сайлаған. Сонда менің Ғұмар бабам жан-жақты болған ғой. Жаңағы Меккеге 17 рет барған мысалға, жаңағы сол діннің қазысы болып тұрып, құрылтай ма, сол қазысы етіп сайлаған 18-ші жылы Россияда өткен еді. Совет үкіметі орнаған кез уже. Ондай болған, одан кейін педагогикалық, менің педагогикалық тәрбиенің жалпы соның несін ашқан, жасаған соның. Одан кейін бірінші қазақ деген терминді енгізген Ғұмар Қараш. Өйткені Триуралия деген сол кезде Оралда газет шыққан, оны аты кім еді? Елеусін Бұйрин деген кісі редактор болған, орысшаны. Қазақшасыныкі не деген? Қазақстан деп айтылған, Қазақстан деген сөзді терминді енгізген, және соның редактор Ғұмар болған. Екі тілде шыққанда, орысша, қазақша тілде шыққан. Және оның жиынтығын олар көп шықпаған, азғантай сан шыққан. Қанша өткенін білмеймін, дегенмен соны жауап тастаған бұларды қолданады. Одан кейін бұл кісінің тағы да жаңа молдамен мен діни жағынан бар ғой, қазір айтайын. Мен дайындықсыз кетіп есіме түспей тұршы, сонда Ғұмардың кітабын алғанда, сол жақтан жаңағы мынау не аты Құранды жазған кісі, аты жөні кім еді? Құранды жазған, Құран кәрімнің қазір шығарып жатқан Алтай, Халифа Алтай ма? Халифа Алтай. Сөйтіп, соның ұзын бойлы бір кісі екен, мен анау өсіп жүрген жүрсім, шашым кесуге анау ғой енді. Сөйтіп сол кезде іздеп жүрген Ғұмардың кітаптарын жаңағы Астанаға барып. Сөйтіп, бірінші этажда аралаған тұрып, басқа этаждардың бәрін аралап, Ғұмар туралы білесің, Ғұмардың кітабы бар ма деп, бәрі баспалар үйше, соған барып іздеп жүріп, ішерден таппадым, тұрып табылмады ғой деп, қайтып бірінші қабатқа түсіп кетіп баттың кезінде жаңа жерге кірдім. Бірінші қабаттағы. Сөйтсем, беттерін жауып алған, мен жаңағы хиджаб киіп алған екі қыз отырғанда бір ұзын бойлы жігіт тұрған. Саламатсыздар ма дедім. Мен сіздерде дедім, Ғұмар Қараш туралы бір мәлімет кітап бар ма дедім. Сөйтіп маған одырайып қарап та, жаңағы шашын жалаңғас жүрген жүрсің. Сізге неге керек дедім. Мен айттым, мен Ғұмардың ұрпағымын дедім. Іздеп жүрмін дедім. Бүйтіп қарап та, ана 5 кітап деді, бір кітапты сыйла деді. Сатушыға ше, ұзын жігіт. Соны мен жазған кісі сол екен ғой. Жаңағы Халифа Алтай ма? Сол екен. Оны танымаймын ғой мен. Содан мен айттым, мен сені алмаймын дедім, мен тегін алмаймын дедім. Өйткені бұл мен үшін өте қымбат дедім. Мен бұны сатып аламын дедім. Қанша болса да сатып аламын мен дедім. Бар болса тағы беріңізші дедім. Сөйтіп, жаңағы неден, ондай ертең ба бүтінімді деп келіңіз, мен іздестіріп көрем, бар болса берем деп. Бірақ екі кітабын таптым. Одан кейін жаңағы 5 асыл не? Кітаптың атын ұмытты ғой, екінші кітап берді. Сонда дін туралы жазылған екен де, жазған адамдар бар екен. Оның ішінде анау Құдайберді ме? Кімнің ағасы аты? Абайдың әкесі. Шәкәрім бірдеңе 5 адам бар екен де, соның біреу Ғұмар екен. Сөйтіп, мен оны көрген жоқ қой, айтып тұр, ана кісі бітті, мынаның ішіне деді, осы дінді түсіндіруде, руханиятты, біздің мұсылманның руханиятын түсіндіруде көп еңбек еткен, бәріне көп еңбек еткен, осы Ғұмар деп, мен ойлаймын, маған әшейін бұлай көңіліме қарап, көңілден кетсін деп, жаңағы айтып тұр екен деп ойладым мен. Сөйтіп едім, үйге келгенде қарадым ғой, сөйтсем шын мәнісінде сондай екен. Жаңағы кім-кімдер сол дін туралы өтіп жазған, соны оқып мен дінге мойнымды бұрдым.
сәл де болса ше бізді атеист өсірген ғой. Неге бұрдың деңдер? Жаңағы таза болып жүру, дәретпен жүру, жаңағы ішпеу. Мен танитын адамның бәрі біледі, мен еш уақытта винода ішіп, жас кезімізде қыздар вино ішеді ғой бізде, студенттер ішкен, жолдастарының бәрі. Ішмейтіндер өте ашық, соның бірі мен едім. Сондай болған, өзіммен өзім солай ештеңе ішпеймін, темекім болса да тартпаймын, дәретпен жүремін, өтірік айтпаймын, негізі дінге жақтау екенмін. Былай қарағанда діннің талабына. Сөйтіп, жаңағы не қарасам, неге мойын бұрдың десеңіздер, Ғұмар бабамның жазғандарын оқысам, ол былай кетті. Сен дегенде басыңа орамал тартып, жаңағы Құран оқып, ол сөйтіп тұрғанмен сенің қабылданбайды деген. Сенің жаңағы ниетің қабылданбайды деген. Неге десең, сенің жүрегің таза болу керек деген. Көрдің ба? Алдымен ішкі дүние, жүрегің таза болу керек деген. Осы кезде мен әкеммен екеуінің арасында байланысы бар екенін білдім да. Әкем ғой мен тәрбиелеген еді. Әкем былай деп айтатын. Үйден қуамыз ғой шығындарды былай деп. Сонда айтатын. Үйден шығынды қума деген әуре болып дейді. Әкем үйден шығын өзі-ақ кетіп қалады. Үйдің іші тап-таза болып тұрса, шығын қонатындай нәрсе жоқ болса, оған ас болатын. Сол шығын өзінен-өзі үйден кетіп қалады деп айтатын да. Тура осы екеуінің сөзі бір жерден шықты да. Мен содан кейін барып шын мәнісінде жаңағы не нәрсе істесең де намазыңды оқып алып, жаңағы аузында сондай Құранды айтып алып, сәл ұрлық істеп, әйтпесе өтірік айтып бүйтетін болсаң, оның несі оның Құран? Ол діннің адамы нағыз тап-таза болу керек. Бірақ осыған тоқтадым да мен риза болдым мен. Мен дінді одан кейін құрметтейтін болдым. Жақсы, Баян апай, біздің бүгінгі оқырмандар жақсы мағлұматтар алып жатыр деп ойлаймыз. Тың деректерді алып жатыр деп ойлаймыз. Баян апайдың айтары көп. Оған бірнеше сағаттар арнауға да болатындай. Баян апай, енді бірақ біздің әрине уақытымыз шектеулі, басқа да сұрақтар бар, оқырманнан келіп жатқан сұрақтар бар екен. Дегенмен де, Баян апай, сіздің поэзияңыздан тағы бір сұрақты қойғымыз келіп жатыр. Жаңа сіз әдемі айттыңыз жүректің тазалығын. Мына сіздің поэзияңызды, өлеңдеріңізді оқысақ, бәрінде жүрек деген сөз әдемі теңеулермен міндетті түрде жүреді екен. Біздің хабарымызда жүректен қосайық, бәрі үндесіп әдемі келіп отырған жай бар. Енді соның ішінен мына бір теңеулеріңізді мен теріп алдым арнайы. Мәселен, жұлдыз жүрек, жұлдыз жүрек, асыл жүрек, жапырақ жүрек, қыз жүрек, сүйген жүрек, арман жүрек. Осындай тағы басқа да әдемі жүректің теңеулерімен әдемі өлеңдер арнапсыз, әдемі өлеңдер жазыпсыз. Енді сіздегі бір кейбір көркемдік оралымдар бар екен, көркемдік образдар бар екен, бейнелі сөздер өлеңізде. Соның өзіме ұнаған бір-екеуін теріп алған ем, соны айтайын. Бұл сыр төгіп көңілім қыл-қобыз деп жырлапсыз. Бұл өлең сезім деген өлеңізден алыпты. Бір әдемі теңеу, Баян апай, мынау жүректің жаңағы мұңын, сырын бәрін қыл-қобызға бейнелеп әдемі берген екенсіз. Шашылған ойдан құрақ құрайыншы, дейді сіздің лирикалық кейіпкеріңіз. Шашылған ойдан құрақ құрау. Бір әдемі көз алдымызда кәдімгі құрақ көрпешенің әдемі бір бейнесі келе қалады. Бірақ сіз ойдан құрақ құрап отырсыз. Бұл да әдемі образ екен. Бұны ешжер өзім оқыған өлеңдерден кездестіре алмадым, сізден кездестірдім. Және бұл мықтылық сыры деген өлеңізден алып отыр. Және аққу мұң депсіз. Аққу сызықша мұң. Әдемі емес пе, Баян апай? Бұл арман деген өлеңізден. Сосын жұлдыз жасым ағады мұңдасқанда депсіз. Мойында деген өлеңнен бұл. Жұлдыз жасым ағады мұңдасқанда. Жасты жұлдызға теңеу бір әдемі образ екен. Міне осындай керемет Баян апай, сіздің мынау әсіресе арнауларыңыз өз алдына арнауларыңыз көп екен. Патриоттық өлеңдеріңізде рухқа шақыратынына бүгінгі ұрпақта өлеңдеріңіз көп, бірақ ішінде мына бір әдемі бір образбен берілген лирикалық өлеңдеріңізде кішкене жетіп артылатынға ұқсайды оқырмандар үшін. Міне осындай
біздің Баян апайымыздың көркем әлемі осындай екен. Мына енді Баян апай мына оқырмандардан келген сұрақты қоймасақ обал болар. Солардың сұрағын топтап қоя берейін. Баян апай естіп жатсыз ғой, иә? Кітапхана әннің шығу тарихын айта кетсеңіз, өте әдемі шыққан дейді. Әйгерім деген оқырманымыз жіберді. Келесі, Баян апай қош көрдік. 75 жас мерейлі жасымыз рухани қазына ордаларында аталып өтуде. Өте қуаныштымыз, құтты болсын дейді. Сізді құттықтап жатыр. Жаңа жастық әсерімен бөліссеңіз дейді. Айнұр дейді. Жаңа жастың әсерімен бөліссеңіз дейді. Мына 75-ті айтып отырау дейміз. Келесі сұрақ. Бұл Абыкеева Аспүбі дейді. Қырғызстаннан қойыпты, сәлемдеме жіберді. Баян апай, біз халықаралық неде деп отыр екенбіз. Онлайн сұхбатта. Енді тіліміз келгенше оқиын. Игілік, Калайым, Баян, Sevdim, өмірің ұзақ болсын, алғалай бер, Баян сұлу, ұлдың ұрматын, қыздың қызматын көріп, аман бол дейді. Рахмет, Аспүбі ханымға үлкен рахмет айтамыз. Міне осындай тілектерді жазды. Және мияқта енді бәрін топтап оқи салайық. Баян апай уақытта таяп қалды. Қазіргі жастар арасынан шығып жатқан ақындардан кімдерді мойындайсыз дейді. Шығармаларына көз жүгірттіңіз бе дейді. Оқып жүрсіз бе деген ғой Баян апай. Келесі сұрақ. Өміріңізде әттеген-ай деген өкінішті сәттер болды ма? Келесі, өміріңіздегі таңғажайып сәттер туралы айтып өтсеңіз дейді. Бір сұрақ қой. Қыстаңыз жауап берсеңіз. Негізі өлең дегенді мынау өзіме қарап айтайын, мен басқаның қалай өлең жазатын екенін білмеймін. Мен қатты толқығанды жазам өлеңді. Негізі кейде көшеде келе жатта, кейде ұйықтайын деп жатқан кезінде әдемі жолдар келеді, сосын кейде ойлаймын, оңай екен ғой. Қазір үйге барғаннан кейін жазылған. Олсам таңертең жазасам деп ұйқымды қимайшы. Ол не туралы мағынасы екенін есте сақтауға тырысасың. Мағынасы есінде тұрады, бірақ әдемі ұйқасы келмейді, ондай қайтадан. Сондықтан бұл жаңағы білмеймін, ойдың жеңісі шығар, түйіндеп кеп мынау теңіздің түбінде жатады ғой, маржандардың өзі. Ол теңіздің бетіне шығу үшін теңіздің бетінен бастап астына қарай былай қозғалып, толқынның бәрі қозғалсын бар, түбіне жеткен кезде, теңіз түбінен барып қозғалған кезде барып, теңіздің түбіндегі маржандар жоғарыға шығады. Ракушкалардың солары ракушка шейін шығып кетеді. Сондықтан адам табиғатта осылай шығар деп ойлаймын. Өлеңді әдейілеп жазбаймын мен, әдейілеп те жазам. Әдейілеп жазам, сол уақытта жаңағы мұғалімдердің нелерін сұрап оқушыларым осыдан неге баратын соған жазып беруші, таныстыру басқа деп. Сондай жазып беремін. Одан кейін басқа уақытта жүрегіме шыққан жазам, және көбінесе ешкім жоқ кезде жазам. Есікті жауып алдынан айтып қойыңыз, келмеші деп айтып қойсаң да кетіп қояды ғой, сол кезде бұзылып кетеді бәрін нәрсең. Солай жазам. Жылап отырып жазам. Ойлай бір мысал деп айтырайын сен. Ешкімге айтпаған сырыңды өлеңге айтасың, мен осыны мойындаймын. Бір өлең бар да, өзіңнің характеріңе шейін айтасың ғой өлеңде ше. Мен сырттай күліп тұрамын, өкінгенде райымнан ешкім мені қайтара алмас. Сол жолы бір шешімге бекінгенде деген жер бар, бірінші қатар есіме шығып тұр ғой. Жалпы солай да, жаңағы бір адамдар болады, Құбыл Жарықбаев ағамызға рахмет айтамын, мені психологияға анандай не қылғанда, психологиялық еңбектер жазуға бастап, бірінші курстан бастап жазасың деді ғой, жазамаймын мен деген ол өзі ұялып тұрады. Қайтен шының қызсың деді. Керім дедім. Керімден шыңыз. Керімнің қызы болсаң жазасың, ол мені ұсталдым деді. Сөйтіп психология деген ол өзі қиналдым ғой. Жұрттар жастық шақ
киноға барғысы келеді, бос уақытта қыдырып жүргісі келеді, менде уақыт жоқ қой. Соған қалыптасып кеттім ау деп ойлаймын. Қазірге дейін телевизор бастарын көп көрмей, сондай шығармашылықпен айналысуға тырысам, бала шағамнан артырған кезінде. Ал енді жаңағы өлең, жалпы шығарма, кейіпкер, мынау қаламгердің өзі емес, өзінен бөтен еместігі бар ғой. Сол өзіңнің дұрыс деген нәрсені жазасың. Әр қаламгер не туралы жазады, соны ол дұрыс дегендіктен жазады. Дұрыс деп есептеп, халыққа соны осы бағытта тәрбие беру үшін жазады, үлгі ету үшін жазады деп ойлаймын. Тілектеріңізге рахмет негізінен. Бірақ көңіл қартаймайды деген рас екен, қартаймаған сияқты деп қояйын. Соны жалпы халықтың көңілінен кітабымды оқығанда мен ұялып қалмаймын, осыған сенемін да. Осы нәрсеге сенемін. Өйткені мен мақтаныш үшін жазған жоқпын кітаптың ешқайсысын. Жаныма сыймай баратқанда, жанымда ауыртқан кезде, жылап тұрған кезінде, басқа ем таппаған кезінде, өзімнің жанымда да жұрттың да жанын емдейтіндей нәрселер жаздым деп ойлаймын. Дұрыс айтасың, Абайдың сөзін еске түсіріп отырсыз апай. Өлең шіркін өсерсіз жұртқа жаяр, сырымды тоқтатайын айта бермей деген жолдар бар ғой, соны айттыңыз ғой сізде. Сосын мынау тағы да осы атақты қаламгерлердің аузындағы сөз ғой. Жазбауға мүмкіндігің болмаған кезде жаз дейді ғой. Жаңағы айтып тұрсыз ғой соны. Барлық шығармашылық тұлғаларға тән қасиет екен да бұл. Енді Баян апай, мында әттеген-ай деген өкініш сәттер болды ма дейді. Немесе таңғажайып сәттер болды ма? Ең қуанышты сәттер деп айтты ғой, таңғажайып деген. Әттеген-ай деген өмірде көп кездеседі ғой. Менің жаныма әттеген-ай болатын ше, негізі мені алдау оңай. Негізі былай, ұлым айтпақшы, ұлым бүйтеді, мама, былай қарағанда ақылыңыз бар, несіз ғой дейді, бірақ қалай алданып қаласыз дейді да. Шынымен алданып қалам, мені алдау оңай. Жақсы көрген кісінің өкпелеймін, сәл оғыштау үстіне көпке дейін, жамандық жанына жарасатын жандардан тіршілікте көп пе деймін, жарастыға несіне өкпелеймін дегенім бар да. Әттеген-айларым көп болады. Мен басқаға өкінбеймін, ол адамға нашар деп есептейтін адамдарға сондай қылық жарасып тұрады, ол одан артық ештеңе істей алмайды ол қолынан келетін сол да. Ал енді біреуге сеніп қалып, сенем ғой, негізі көп адамға сенем, көп адам жақсы көремін, жақсылық іздеуге тырысамын, жаман мен тұрған қылығының өзіне ақталатындай нәрселерді іздеп соны ақтағым келеді да. Сөйтіп сенген адам мені алдаса, мен сол кезде әттеген-ай болады. Жалпы өмірімнің көпшілігі тәрбие саласында өтті, саясатта да істедім, бірақ тәрбие саласында өткенде менің оқушыларым бар. Қазірге шейін атын бір айтып қойсам болатын шығар. Біреудің атын айтайыншы. Серік Аббасов деген оқушым бар. Серік Аббасов деген мен. Осы шақ болыпты да, неге екенін білмеймін, бәрі шақ болып жүрсін менің балам. Сол Серік сезеніздер болады, естісе өзі де білетін шығар, мен таң қаламын да. Оны қай жыл бітіргенде білмеймін, кемінде 40 жылдан асып кетті, өйткені алдыңғы жылыма 42 жыл болған оқушыларын шақырттап бітіргенде 42 жыл болды. Серік ол оның алдындағы оқушыларым. Сонда сол қазірге дейін кез келген, мысалы 1 майларына менің туған күнім түгіл, жаңағы қандай мерекелер болады ғой, әшейін мереке бар ғой, айт бар ғой, айттың өзінде кез келген атап өтетін датада бірінші менің бала шағамнан да бұл Серік құттықтайды. Соған ойлап қоямын, не себепті кейде сұрағым келеді, Серік, мен сенің көңіліңде, жүрегіңде соншалық қалдым екен, соншалықты ұмытылмайтындай, бұл анасына деген құрметтен кем емес, мен қуанамын негізі. Бірақ ашық бармайды, ашық айтпайды да әңгімені. Ал бірақ Серіктен де үлкен үміт күткенмін мен. Жалпы ойға келген дұрыс деген нәрсені істейсің ғой, педагогикада мен балдарды Серік дейтінмін, жаңағы психолог ағайынның берген бағытыма білмеймін. Мысалға, қай сабақты жақсы көресің, қай сабақты жек көресің,
не себептен оқығым келмейді? Мысалы да, осындай деген сияқты адамның жаңағы жақсы қасиетті не ойлайсың деген сияқты әркім осындай сұрақтар беремін да кетемін. Өзімнің классым ғана емес, басқа оқушылармен де сөйтіп жүргіздім. Аты жөнін жазба, классыңды жазба, ешкім екеніңізді жазба, бірақ турасын жазбаймын да, танымаймын мен сонда оларды. Сөйтіп білгенім бар, бірақ сол серіктің подписін танимын мен, почеркісін танимын да, сөйтіп солардың ең жақсы жауап берген оқушылардың қазіргі дейін сақталуы менде. Өзіме ұнағандарын сақтап қоямын. Солардың ішінде былай екен зерттесем. Қай мұғалімнің адамгершілігін сыйлайды, қай мұғалімді құрметтейді, ол сабақты жақсы берген, жаман бергеннен бұрын, оның адамгершілігіне қарап, сол сабағын не оқиды, не оқымайды екен ғой. Сонда екен менің келген қорытындым. Сіз айтып отқан баянапай Серік Абашев белгілі Қазақстанға белгілі танымал продюсер болды ғой, аға продюсер болған. Жақсы хабарлары болды оның кезінде. Біз қызығып көрдік Серік Абашевтың. Сол сіздің шәкіртіңіз болып шықты ғой. Ендеше бұл үміттің ақталғаны баянапай шәкіртіңізбен мақтансаңыз болады. Тағы айтып қояйыншы. Иә. Кім? Дархан Мыңбаев ше? Министр Дархан Мыңбаев менің шәкіртім. Мен оның шәкіртім екенін білмеймін. Кішкентай кезімде мен 42-ші размердемін да. Қазір толып қой. Сол 42-ші размердегі мектепте бүйтіп сабақ беретін кезімде қазіргі әкем атындағы мектеп Көмешов Бақтарға. Ол кезде 17-ші партиясы деп аталып кешкі мектеп бар еді. Үлкен алпыстағылар, елудегілер бірдеңе бәрі оқи беріп кешке келіп. Сол жерде мен физикадан сабақ бергізіп қойғанда түсінген. Ана басшылар не айтады, істейміз ғой, сабақ бердісі береміз. Мына күндізгілерді де ең жоғары кластарға мен бердім. 9-10. 10-шы жылы бітіп кетемін, қайт 9-ға түсіп 10. Ол кезде 6-7 классқа дейін параллельный класстар болатын. 6-7, АБДЕ деп кете бердім да, сондай класстар болатын. Сөйтіп жаңағы бір күні осы Дархан жақын арада 50-ге толды, былтырман, мұсылман білмейді. Үйден ғой мен онды пенсиядан. Мектептің директоры звондайды маған. Баянапай келіп кетіңізші, Дархан Мыңбаев сіздің оқушыңыз екен ғой. Сол телевидениеден адамдар келіп отыр дейді. Ойбай дәмеуін мен оқушым емес дедім. Кім айтты оны дедім, оқушым емес мен дедім. Жоқ, сіз оқушыңыз екен. Міне де анау тұрған нағашысы отыр ғой. Әзімхан Қуанышбек ағамыздың үйінде жүрген екен де ол. Мен білмеймін ғой кім. Сол жерде жүрген екен. Сол үйде жүріп оқыған екен. Сөйтсем оның 2 аттестаты бар екен. Біреуін ауылынан алыпты, біреуін осы әкелген токар болып істеген екен. Өрде менің ағам да істейтін, Серік Леншин токар болып істейтін. Оның қасында кім істейтін білмейміз ғой біз. Сөйтіп кешкі мектепте тағы оқып алайын деп, мүмкін білімі ұмытып кетпейін дейтін шығар. Кешкі мектепте оқиды екен. Ал мен сабақ беремін кешкі мектепте. Бәріне мұжып түсіндірмей, мысалға ашки бар. Ашкиді қалай, не себептен киеді? Жақындағыны көрмейтіндер, ал жақынды көру үшін қандай ашки кию керек? Алысты көрмейтіндер қандай? Соны бүйтіп елдарын сыздап та тақтаға. Жақсы ғой өйткені басшаға аяғыға білім тұрғандай. Содан көзден түскен сәуле, Америкадан бүйтіп келген ол қайғы шағыныстар қандай болады? Сонда қызықты нәрсе, естен алатын нәрсені түсіндіремін де, негізгі нәрсені айтамын да кетіп қалғанда сөйтіп сол үйіне айтып бардым ғой, Әзімхан көкем отыр жаңа директордың қасында бардым. Кеше телефоннан баян кесе дейді. Сен оқытқансың дейді Дархан дейді. Көке қақты білесің? Ол вечернийде оқыды ғой ол жерде. Сөйтіп баян деген апайымыз бар. Күшті сабақ берді, сені мақтайды дейді. Онда барайын дедім. Мақтаса барайын дедім. Сөйтіп барып. Осы күнде дейінде Дархан ауылға келіп тұрады ғой. Келгенде той томалаққа басқаға келеді. Әзімхан көкемнің 80 жастығы болды. Сөйтсем Әзімхан көкем маған айтады, баян сен менің тойымның тұсауын кесесің. Ойбай көкем маған не жоқ тұсауын кесіп. Үлкен адамдар бар, кескізе берсеңізші. Мені өлең арнасын деп тұрсыз ба, арнап беремін дедім, бірақ тұсауын кеспей. Жоқ сен кесесің тұсауын дейді. Көкем жатқан жері жайлы болсын, қайтыс болды ғой. Мен кескем тұсауын, сонда Дархан, мен тағы бір адам үшеуміз кескенбіз. Оразы көкеміз кесті. Омар Оразалы үшеуміз кесті.
Жақсы, Баян апай, мына шәкірттеріңіздің кім екендігінен де білдік, хабарландық, мақтануымызға болады әрине. Енді мынау соңына таяп қалды. Баян апай бір сұрақты қойып керек сияқты өзіңіздің отбасыңыз жайында. Мынау өміріңіздің жалғасы ерік атты ұлдың анасысыз ғой, Баян апай. Бүгінде қанша немере, шөбереңіз бар? Және мынау жинақтарыңыздан 4 томдық жинақтан. Мынау өзіңіздің ұлыңыз еріктен бастап өлеңдерін көріп қалдық. Немереңіз Сағыныштың өлеңдерін көрді. Енді қоятын сұрағымыз, мынау өзіңіздің шығармашылық жағыңыздан ізіңізді жалғастырар, сондай бір үкілеген үміт тағып отырған өзіңіздің ұрпағыңыздан бар ма? Иә. Енді осында ақын деп сіздер көп айта бергеннен кейін ақын бар деп ойлаймыз. Ойлап қалам кейбірде, бірақ мен ақын деген сөзге өте құрметпен қарағанда бір ретте ақынмын бірдеңемін деп айтып көрген емеспін шынымен. Бірақ енді қазақтың бәрі ақын жайлы ойлаймыз, Ғұмар бабам ақын ғой дейміз. Әкем сәл өлең жазған, олар ұйықтайтын уақыттары болмаған, қиын заманда өмір сүрген кезде сөйткен шығар. Кішкентай ғана шындықтың алмас сендер деген өлеңдерін жинақтап шығарып қойған. Енді перзенттерімнен былайша айтқанда сол ел қатары өлең жазады, ұлым да өлең жазады. 4 немерем бар, 2 ұл, 2 қызым бар. Ұл болса да Сағыныш, қыз болса да Сағыныш деп, Сағыныш деген алғашқы немерем бар, қыз. Одан кейін Дәулетияр, Аян дегенді мен осы кезде мойындайын дедім, соны босанатын кезде Алдын-аладан Аянбек шында. Енді ұл болады, атын Дәулетияр қойды. Сөйтіп келіннен қабат екен. Дәулетияр, одан кейінісі Бейбарыс, оған да тура сондай болып, Аян дегенге басынан өткізді, сәл мойын бұрайын дедім. Одан кейінісі Мерек деген 4 немерем бар. Мына балдарым өзіміздің мектепте де оқыды, осы жақта жаңағы дарындылардың мектебінде оқыды ғой. Мына жеңістің 70 жылдығы бар, мен қазір қажырып оқыған есептейтінде шамам жоқ, есептеп айта ғой. Сол кезде осы Шымкентке келіп дарындылар мектебінде оқиды, күнге барып келіп. Бір күні жаңағы Сағыныштың класс жетекшісі звондайды маған ауылға. Апа, сіздің қызыңыздың өлеңдерін ЮНЕСКО-ның кітабын шығарып жатыр, соның ішіне енгіздік. Деп қалдым мен жаңағы. Сөйтсем, соған ақша бересіз ба дейді. Қанша? Десем 2000 деп қой. Ойбай, 2000 қанша мақтап нәрсе шығарып берді. Сөйтсем, оның ішіне менің екінші балам ол оқиды ғой. Оның класс жетекшісі айтқаны жоқ, ішіне Дәулеттің де кітап өлең енді. Енді кішкентай кезінде осылардың сенімін арттырайын деп Мұхтар ағамызға Алматыға барған сайын барып тұрамын негізінде Шахановқа. Бала кезден жаңағы қарындас болып өскенбіз. Сол бала шағамда барған, қанша рет суретке түседі. Сонда Мұхтар ағамыздың берген паталары бар осыларға. Сөйтіп Сағыныш сазы деп әшейін компьютерден шығарып тігіп қойған Сағыныштың жинағы бар. Дәулеттікін не деп қойдым? Қыран қияғы деп қойған атын. 5-ші класында ма, 4-ші класында ма, оның да жинағы шығарып қойған. Енді ақын деп айтамайды, бірақ бейімділігі бар, арғай жалғастар ма жоқ па оны білмеймін. Қазір Бейбарыс деген балам немерем 1-ші курста оқиды, осы Мұхтар университетте оқиды, бітірді, 2-шіге өтіп жатыр. Сол 1-ші класста жүрген өзім отырғызбап өлең жазсам да, өлеңді үйретемін жаңағы. Балдарға үйретіп ғой, мектепте ше, директор болып жүрмін, уақыт тауып, 1-ші класс пен 11-ші класстың арасында балдарға отырғызып, өлең жазудың техникасын үйрететін. Сол үйде де үйретім ала, Бейбарысқа. 1-ші класс тез жазамайды. Бейбарыс деді, Мереге арнап бір өлең айтшы деді. Өлең айтшы деді, жазамайды, мен жазайын деді. Сөйтіп, бүйтіп отырды. Қарындасым Мерейім деді. Сөйтіп, достарыммен жүрсің ба? Қайтып отыр, жазып отыр. Қуыршақ алып берейін, ағам барын білсін деді. Өлдім күлді. Соңғы қалмадым. Енді олардың болашағын өздері тағдыр көрсетіп, мен білмеймін, ақын болама басқама, бірақ менің ұстанымым бар, ақын болу ешкімге міндетті емес, нағыз адам болып жүру қиынырақ деген. Нағыз адам болса мен ризамын.
міне Баян апай бүгінде 75 мерейлі жасқа да толып отырсыз. Бұл даналыққа бет бұрған шақ дейміз, тағы да құтты болсын дейміз. Баян апай, өмірден көргендеріңіз де көп, көңілге күйгендеріңіз де көп. Бәрі бір шет шағалардың қазір оқырмандармен бірге тыңдап жатыр, рахаттанып. Ұлы Абай айтады ғой, ұзақ ғұмыр не берер, көрген білген болмаса дейді. Міне сіз көргені де көп, білгені де көп. Және әрине жаңағы Мар бабамыз жайында айтып отырсыз. Әкеңіз Керім Тіленшин жайында толғанысты. Жүрегіңіз жылап отырып, шындықты айтып отырсыз. Соның текті қияқсыз. Яғни сіз, мен ойлаймын, бақытты жансыз. Одан бөлек сіздің мынау не қалды артта дегенде сіздің мынау мұраларыңыз, әдеби мұраларыңыз бар. Мына оқырмандар оқи береді, кейінгі толқын, бүгінгі толқындар да оқи береді. Міне осындай үлкен жаңағы сый құрметпен осы жаста келіп отырсыз деп ойлаймыз. Енді Баян апай, мына бүгінде 75-тің биігінен оқырмандарға не айтар едіңіз? Міне өзіңіздің жүрек сөзіңізбен осы хабарды аяқтасақ. Оқырмандарға жалпы менің көзқарасым, адам өз басынан өткізіп қана қиындықты болмасам басқа нәрсені түймейді, оның бәрі өмір жетпейді ғой. Азғантай ғана өмірдің 17 жылы балалықпен өтіп, ары қарай 4-5 жылы білім алумен өтіп, одан кейін нан табумен өтіп, қысқа өмірге үлгеремай кішкентай. Сондықтан мынау байлықтың бәрі осы рухани байлықта, қазынаның барлығы деп ойлаймын. Кітапты оқу керек, көп оқу керек. Мүмкін болса кітап оқу керек. Анау неде көзіңмен көріп, кітапты естіп жатып оқыған ежетсізді бір айтқан, бір сол айтқандай, сол оқу керек кітапты. Содан кейін ең жақсы тәрбие көзі кітап, сосын жаңағы драмалық шығармалар, театрдағы көріністердің бәрі, сол театрларда ән жазған, ода жаңағы әнмен айтылған нәрсе жүректе мәңгі қалап, қосылып айтып, жүректі тербелентіп айтасың. Сазгер болу, болмасам ән тыңдау, концертке барып деген сияқты өзін қосылып айту. Осылардың бәрі де бұл жаңағы адамның қалыптасуына негіз болады деп есептеймін. Тәрбиеші өзің осы ортаң, жүрген жерің, баяғыда бұрынғы біздің бала кезімізде үйде дүние де болмайтын, мал да болмайтын. Әкем өлгенше 90-ға келгенше жаяу жүріп өтті ғой. Машинада алған жоқ, алуға ақшасы жетпейтін шығар. Одан кейін не сұрамайды, берген үйді алмайды. Жаңағы мен соғысқа барғандарға беріп жатсам, ол болмайды. Мен міндетім тапқаным соғысқа барып, үй сұрамаған жоқ, үйім жоқ деп айта алмаймын. Мен осы көшеде орманда тұрдым ба, кісесінде жүрдім ба, үйім бар өзім деп ше. Сол кезде біздің жаңағы сәл көңілімізге ұнамағанмен жастықпен ұнамайды екен. Негізі мен әкеме басым деймін, әсіресе әкемнің осыншалықты таза болып өткеніне өміріне басым деймін. Содан қалғаны бізге де жүрміз ғой әкеме еліктеп. Сол мына көпшілікке айтатыным, рухани байлықтың бәрі осы мен айтқан негізінен кітап қазына, кітапта деп ойлаймын. Жанел аға, сізде өз жүрек сөзіңізді айта кетсеңіз, бүгінгі сыр сұхбатқа орай. Жалпы оқырмандарға мен айтарым, Баян әпшенің сөзінің астарында үлкен тәрбие, үлкен мән мағына жатыр. Кітап оқу, жиындар, кісілердің ақыл кеңес тыңдау, ол кісілердің тәрбиесін алу, бұл сіздің өміріңіздегі ең белгілі маңызды сәт болады. Өйткені кітапта білім бар, ал білімдар, сол кітапты білімдар кісі, оқыған, көпті көрген тәрбиелі кісілер жазады. Ол кісілер өздерінің артынан өсиет, кеңес қалдырады. Сол кеңес өсиетті сіздер оқыңыздар, тыңдаңыздар, көріңіздер. Қазір көбісі кітапқа
көбіне мынау аудио жазба бар ғой кітаптарды сол телефонда алып ерекше оның да үлкен мәні бар өйткені дауыс дискасы әдемі келіп тұрған кісі оқығанда жаныңды тебіретіп отырады. Сондықтан жаңа Баян әпшенің айтуына келісемін, өте тамаша. Барлық рухани қазынаның барлығы, рухани дүниенің барлығы сол кітаптың ішінде. Сондықтан кітапты оқыңыздар, кітаптан тәрбие алыңыздар. Құрметті оқырмандар, осымен біз бүгін жүректен қосайық арнайы жобамызды аяқтаймыз. Бүгін сіздермен қонақта болған Қазақстанның халық жазушысы Шыңғыс Айтматов, халықаралық Шыңғыс Айтматов атындағы әдеби сыйлықтың иегері, ақын жазушы Баян Леншина және ақын журналист аудармашы Нышанәлі Ниязбек ағаларымыз. Уақыт тауып келгендеріңізге көп рахмет айтамыз сіздерге, алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Сіздермен әрдайым амандықта қауыша берейік. Баян апайдың әрине бүгінгі толқындарға ұрпаққа айтары көп, әлі алда талай кездесу кештерін жасаймыз деп ойлаймыз. Аман болыңыздар, қош сау болыңыздар.